Бәріңе сәлем, осы видеода мен өте үлкен компаниялар қанша ақша табатынын айтатын боламын. Мысалы ол Steam. Әрине біз мұндай инфоны жай ғана Google'дан іздей салсақ болады, бірақ бұл өте қатты іш пыстырады. Сондықтан бүгінгі видеода біз Steam қалай ақша табады, CSGO деген әлемдегі ең танымал шутерден секундына қанша ақша түсетінін, егер де Sony'дің көп балалатын жыл ойындары бірінші Steamға шықса одан қанша ақша табар еді, және Steam'діктің сатылымы Steamға қанша болатынын айтатын боламыз. Бүгінгідей контент менің каналымда бірінші рет, сондықтан да қолдау күтемін. Ал енді видеоға кеттік, короче. Видео басталмай тұрып мен сендерге Saku.kz деген каналды ұсынамын. Бұл каналда сендер ауылдағы жер үйге қалай мощный интернет орнатуға болатынын, Windows қалай орнату керегін, ноутбуктағы апгрейд және басқа да қызықты контентті көре аласыңдар. Сол үшін мен сендерге оның каналына тіркелуге кеңес беремін, ссылкасы описанияда. Давайте видеоның өзін бастайық. Мынау Valve'тың Steam деген ойын платформасы. Бұл жерде көбін CSGO, Dota сияқты онлайн ойындарды ойнайсыңдар. Ал кейбір ПК геймерлер осы жерден ойын сатып алады, пираттарды санамасақ. Қысқасы бұны ойын сататын интернет-магазин деп айтсақ болады. Осы платформаның негізін қалаған Valve компаниясы. Және оның генералды директоры мен негізін қалаушы Гейб Ньюэлл. Оны сендер осы фотодан танисыңдар. Бұл адамды кейбіреу ұнатады, ал кейбіреуі жек көреді. Наверное, олардың барлығы ойынды бесплатно алғысы келетін школьниктар шығар. Тағы осы платформа жайлы қысқаша предыстория айтсам, платформа ең алғашында тек Counter-Strike, Team Fortress, Half-Life деген сияқты Valve'тың ойындары үшін ашылған. Бұлардың басты табысы да осы ойындардың сатылымынан болды. Одан кейін Counter-Strike мен Team Fortress'тың танымалдылығының арқасында Steam ойындарының цифралық копиясын сататын платформаға айналды. Әрине ол кезде Steam'нің версиясы онша қолданатындай болған жоқ. Қазіргі біздің Steam'ге дейін көптеген өзгерістер болған. Бірақ 2007 жылы Steam Team Fortress пен Counter-Strike'тан алғашқы үлкен распродажаларын жасаған болатын. Ол жерде ең бірінші рет 10 миллион пользовательден асты. В общем, сендер қысқаша предысторияны түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді біз ары қарай кеттік. Ал қазіргі Steam егерде қалай ақша табады десек, ол компанияның бізге танымал 4 доход түрлері бар. Бірінші ойын сатылымындағы бірнеше пайызын алу, екінші торговая площадка, үшінші Steam Deck'тің сатылымы, төртінші киберспортқа қатысты операциялар. Және тағы да өте көп табыс түрлері бар екеніне сенімдімін, бірақ өкінішке орай Valve өздерінің доходын көрсетпейді. Тек көп инфаны сол жерде жұмыс істейтін работниктардан немесе басқа да аналитиктерден ғана біле аламыз. Ең бірінші доход түрін түсіндірсем, ойын сатылымындағы бірнеше пайызын алу деген Steam'да сендер білетіндей көптеген ойындар бар. Бұл ойындардың разработчиктары әртүрлі компаниялар, ал ол компаниялар өздерінің ойындарын сату үшін Steam сияқты магазиндарға салу керек. Өйткені қазір ешкім диск қолданбайды, басқа таңдау жоқ. Сол Steam'ді қолдану кезінде, егерде обычный игрок ойын сатып алса, Steam сол ойынның 13% доходын алады. Бірақ бұл нақты емес, себебі кейде басқа ойындардың проценті көп, кейбіреуінде аз. Ең бастысы осының барлығы 30%-тен аспайды. Мысалы, Ведьмак 3 Дикая охота Steam'нен сатылымнан, не деп кеттім, Дикая охота Steam'ге сатылымнан ғой. Ең бастысы осының барлығы 30%-тен аспайды. Мысалы, Ведьмак 3 Дикая охота Steam'ге сатылымнан 26,9%-ін әкеледі. Ал Evolve 2 деген кооперативті шутер керісінше 6%-ін әкеледі. Бірақ бұл ойындардың барлығында сендердің ойларың бойынша CSGO ең көп доход әкеледі деп ойлайтын шығарсыңдар. Бұл жерде мен сендермен келісемін, ол ойын шынымен де сатылымнан басқа операцияларды көп доход әкеледі. Алайда ойын сатылуы бойынша бізді таңғалдырады. Өйткені қазіргі рейтингте CSGO ең көп доход әкелетін топ 3 ойындардың ішіне де кірмейді. Бұл топта бірінші орында Call of Duty Modern Warfare 2, екінші орында Slime Rancher 2, үшінші орында Cyberpunk. Ал CSGO тек 5-ші орынға тегін ойын ретінде жайғасты. Бірақ бұл ойынның тегін версиясын дұрыс ойнай алмайтынымызды барлығымыз білеміз. Читерлер өте көп, ранговый система жұмыс істемейді, ойындарда кейс, скин берілмейді деген сияқты тағы да басқа кедергілер бар. Қысқасы біз Steam рейтинг бойынша қандай ойындар қаржы жағынан бірінші орында тұрғанын көрдік. Ол CSGO емес, Call of Duty MV2. Және Steam сатылған ойындардың ақшасының 30-ға дейін пайызын алып отыратынын түсіндік. Енді біз келесі Steam'нің доходы туралы айтсақ, бұл торговая площадка. Ендігі жолғы табыс көзі Steam үшін менің ойымша басты болып саналады. Себебі бұл олардың өздері шығарған ойын CSGO мен Dota. Dota мүмкін тегін ойын шығар, бірақ бұл ойындардың барлығында әр персонаждың, қарулардың скиндарын торговая площадка деген платформа біріктіріп тұр. Торговая площадканы менсінбейтіндер бар болса, бұл жерде қарапайым геймерден инвесторларға дейін отырады. Чо там? Яғни осының арқасында Steam миллиардтап ақша табады. Давайте мен сендерге осының системасын қысқаша түсіндірейін. Мысал ретінде CSGO-ды аламыз. Мынау Deagle деген пистолеттің стандартты скины, және жаңа ойыншы кірген кезде бұны осы күйінше қолданады. Valve'тың командасы CSGO индустриясының басында жүздеген скиндар ойлап тапты. Ал ары қарай осы скиндарды қымбаттатқан да, жаңа түрлерін ойлап тапқан да соны ойнайтын игроктар. Бірақ егерде сен Steam'ға ақша салып бір кейс ашып немесе скин алатын болсаң, оның процентін Steam алып алады. Әрине шындығында ол ақшаның қайда құртылғанына қарамастан процентті емес, сол түскен ақшаның барлығы Valve'тың қалтасына кетеді. Себебі сен бұл ақшаны Steam'ға салғаннан кейін уже шығара алмайсың. Енді түсінгендерің бойынша бұл ойынды дамытатын
жасатын да, ойнайтын да оның комьюнити, ал содан түскен ақшаны алып отыратын компанияның өзі. Енді біз Valve-тың виртуалды способпен емес, жақында шыққан материалды доходына кеттік. Бұл Steam Deck'тің шығарылымы. Негізі бұл портативті компьютер басқа осыған ұқсас техникаға қарағанда көп функциялары бар. Мысалы Steam Deck'ке Windows, Linux деген сияқты операциялық жүйелерді жазуға болады. Ал Nintendo Switch'та ондайды істеу үшін консольға взлом жасау керек. Бірақ сонда да көп адамдардың айтуы бойынша негізі Steam Deck'ті сатуда Valve керісінше ақша жоғалтады дейді. Яғни техниканың жасалуы қымбат болса, сатылымы одан арзан болып жатыр. Осы жерде көп адамдардың ойынша кейбіреулері Valve Steam Deck'тен ақша жоғалтса, ойын сатылудан табысы көбейеді дейді. Ал кейбіреулері Steam Deck'тен олар ақша жоғалтпайды дейді. Менің ойымша Valve негізі Steam Deck'ті пираттарды азайту үшін шығарған сияқты. Мысалы, егер де сендер ПК-да торрент арқылы тегін ойын жазып алсаңдар, Steam Deck'те олай істей алмау үшін шығар. Хотя геймерлер оның да шешімін табатынына сенімдімін. Сендердің ойларыңды комментарияда күтемін. Енді біз келесі Steam'нің табыс түріне кеттік. Келесі Valve-тың табыс түрі киберспортқа қатысты операциялар. Бұл енді Valve-тың басты табыс түрі емес, бірақ ол да көп ақша әкеледі. Және бұл жерде Valve-тың разраптары артық қимыл жасамай-ақ ақша тауып отыр. Себебі киберспорттық мажорларды ұйымдастыратын компания Valve емес, басқа организация. Яғни сол организация барлығын жасайды, ал Valve осы мажорды пайдаланып, жай ғана жаңа кейстар, операциялар ойлап табады. Және ол операциялар CS:GO-да ақшаға сатылады. Сол сияқты Dota-да мажор болған кезде сондай іс жүреді. Әрине, бұның барлығынан Valve инерция арқылы ақша тауып отырады. Қалғанның барлығын игроктар мен киберспорт организациялары өздері жасайды. Сендерге мен дұрыс түсіндірдім деп ойлаймын. Енді давайте видеоның басында айтқандай, егер де Sony'дің көп балалатын жылы ойындары бірінші Steamға шықса, одан қанша ақша табар еді деген сұраққа жауап берейін. Өйткені өздерің білетіндей культовый ойындар ең бірінші PlayStation Storeға шығады. Бұған жауабым лучше олай болмағаны дұрыс. Жоқ, мен Valve-тың табысының көбеюін қызғанып тұрған жоқпын. Тек олай болатын болса, God of War Ragnarok деген сияқты шедевр ойындар сразу қаратумен торрент игруха, механик сияқты сайттарда жүреді. Ал ондай шынымен разработчиктар тырысып істеген ойындардың адамдарға тегін түсуі обидно болатын еді. Жарайды, ол біраз уақыт өткеннен кейін пираттардың қолына түссе ештеңе етпейді, бірақ ойынның стартында пираттарға түскені өте обидно болар. Себебі мен мысалы Santa Monica, Sony, Rockstar деген сияқты компанияларды шедевр ойындардың авторлары дейтін едім. Егер де Ubisoft болса ештеңе демес едім. Менің ойымша сендер түсіндіңдер. Бұл ситуацияда Valve-тың табыс көзі әрине 3-4 есеге көбейеді, бірақ разработчиктар үшін қаншама қиналған жұмысты старттан кейін барлығы тегін алғаны қиын жағдай болады. Енді видеоның басында айтқан келесі сұрақ сол Valve-ға CS:GO секундына қанша табыс әкелетінін айтайық. Егер де 2018 жылғы статистикаға сүйенсек, CS:GO Valve-ға бір жылда шамамен $414 миллион алып келіпті. Егер де бұны айға, күнге, сағатқа және секундқа бөлсек, CS:GO секундына $13 әкеледі деген выводқа келеміз. Бұл теңгемен почти 6000 теңге. Былай айтқанда CS:GO Valve-ға сүттің орнына ақша әкеліп отыратын сиыр сияқты. Бірақ ол сиырға тамақ беріп бағып қағатын CS:GO-ның ойыншылары. Менің ойымша Valve-тың основателі Гейб Ньюэлл ауадан ақша тауып жүрген гений деп санаймын. Егер де мені бұл өмірде ең ақылды адам кім деп сұраса, бірінші әлем бойынша ең бай адам Илон Маск емес, Гейб Ньюэлл деп айтар едім. Себебі қазір ол адам қатты қиналатындай жұмыс істеп отырған жоқ. Қиын жұмыстардың барлығын біз сияқты қарапайым мотивациямен геймерлер істеп отыр. Ал Гейб және оның Valve деген компаниясы осыдан ақша алып отыр. Жарайды, мен қазір CS:GO-ды параша деп айтып отырған жоқпын. Шын мәнінде солай болса да. Тек айтқым келгені шынымен де CS:GO-дың разработчиктарына бұл ойынға бәрібір. Бірақ как обычно CS:GO-ның ойыншылары ол ойынды ойнауды тоқтамай жалғастыра береді. Енді бұл видеоның жанры менің каналымда бірінші рет болып тұр, жай ғана эксперимент жасағым келді. Егер де осындай контент сендерге ұнаса, келесі бөлімін обязательно түсіремін. Бұл жолы Epic Games, Ubisoft сияқты ойын платформалары туралы болады. Осымен видеоны лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер. Видео аяқталды. Давайте, короче.